Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен бірге мен Дильназ Кереева және де менің жанымда отырған психологиялық қызмет көрсету орталығының психолог мамандары Бибінұр Исатайқызы және Анар Жұматовна. Қош келдіңіздер. Қош көрдік, рахмет. Бүгінгі біздің сұхбатымыздың тақырыбы психология және мен деп аталады. Біріншіден сұхбатымызды бастамас бұрын сіздер кіріспе ретінде психология ғылымына кішігірім анықтама беріп кетсеңіздер. Рахмет. Психология дегеніміз ол адамның жан дүниесін тану, яғни сонымен қатар адамның жүріс-тұрысын бақылау болып анықталады. Психологияның бірнеше түрі бар. Айтап өтер болсам, әлеуметтік психология, даму психологиясы, тағысын тағы басқа. Жалпы психологияның түрі өте көп. Психология былайша айтқанда шексіз ғылым болып табылады. Шегі жоқ. Бірнеше ғылым саласымен тығыз байланысты болып келеді. Осы біздің университетімізде жұмыс жасайтын болғандықтан сіздерге ең алғашқы сұрағым, сіздерге осы көмек созып, көмек сұрап келетін студенттер көптеп кездесе ме? Егер көп болса, қандай мәселемен келеді сіздерге? Бізде психологиялық қызметке келетін студенттер өте көп. Ол әр курс, әр мамандық, әр саладан. Олар әртүрлі проблемалармен келеді. Мысалы, біреу отбасылық жағдайымен келуі мүмкін, біреу қазіргі таңдағы, мысалы, сабақтағы мәселелермен келуі мүмкін, немесе қарым-қатынас мәселесімен, жігіт пен қыздың арасында қарым-қатынас деген сияқты, немесе достардың арасында қарым-қатынас деген сияқты. Жалпы бір мәселемен емес, бірнеше мәселемен келіп жатады бізге студенттер. Мысалы, осы келетін студенттердің көпшілігінен немесе студент, немесе басқа да сіздерге студенттен бөлек келуі мүмкін ғой, адамдар деген сияқты. Сол студенттер мен адамдардың мысалы көбінесе жас айырмашылығына мән берсек, сіздерге психологқа көбіне жүгінетін жастар. Неліктен жастар деп ойлайсыздар көп жүгінетін психологтың көмегіне? Жалпы енді психолог әрбір жасты шектемейміз біздер, оның жас ерекшелігін. Дей тұрғанмен психолог маманына келген әрбір тұлғамен біздер жеке сөйлесеміз, ол құпия түрінде сақталады. Ең алдымен келген адаммен жеке әңгімелесу, одан кейін әрі қарай өзінің басында болып жатқан проблемасына байланысты әртүрлі психологиялық терапиямен адамның жанын емдейміз. Жалпы психолог ретінде айтар болсам, біз адамға жаңағы кеңес берушіміз тек қана. Біз әрбір адамның проблемасын былай болу керек деп ол адамға жаңағы проблемасын келген проблемаға тек ақыл кеңес беріп, алға қарай бағдар берушіміз. Жалпы қандай мәселемен келеді деп жатырсыз ғой, әртүрлі нәрселермен келеді, кейбір болмашы нәрсе үшін де келеді. Жалпы мен маман ретінде айтарым, психологқа келер алдында әрбір жеке тұлға, ол студент болсын, ол осы университеттің ішінде жасап жатырған пән мұғалімі болсын, психологқа келер алдында өзі қандай проблема келе жатыр, соған мән беріп, осы психолог маманына келген кезде мен өзімнің проблемамның шешімін тауып кете аламын ба деп соған мән берген жөн. Енді мен мысалы сіздерге күйзеліс пен депрессия, стресс дегендердің пайда болуы, ол неден пайда болады және оны шешу жолдары қандай деген сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы енді стресс кез келген нәрседен туындайды. Стресс деген ол жаңа депрессия болады, депрессия деген арғата дистресс болады. Стрессті кез келген нәрседен туындағаннан кейін стресстен шығудың жолдары өте көп. Әр адам болмашы нәрсе үшінде, мысалға үйден шыққан сәттегі өзінің жаңа машинаның жолда тоқтап қалуы, не болмаса адамның автобустың ішінде тұрып кептеліске тұру, осының барлығын кейбір адамдар стресс қылып қабылдайды да, ол нәрсені жаңағы өзінің бойында болып жатқан стресс алғаннан кейін келген ортаға сол ортасына өзінің аурасына үлкен әсерін береді. Сондықтан стрессті бір ауру не болмаса бір шешілмейтін түйін деп қабылдаудың қажеттілігі жоқ.
тек қана стрессті ары қарай депрессияға ұластырып алмау керек қой. Қарапайым нәрсені қарапайым жеңіл жолмен шешуге болады. Жеңіл қабылдау керек былайша айтқанда. Депрессияға ұластыру. Жаңа сіз айтып кеттіңіз, біз адамдарға тек бағыт бағдар береміз деген сияқты. Енді мысалы осы психологтардың өзіне психолог керек деп айтып жатады, иә? Сол сіздер өздеріңіз осы ішкі күйзеліс, стресс деген сияқты өздеріңіздің ішкі эмоцияларыңызбен қалай күресесіздер? Психолог ретінде өзіңізбен қалай жұмыс жасайсыз? Әрине, әрбір жеке тұлға болғаннан кейін әрбір адамда ол процесс болады. Стресс процесі. Жалпы мен өзім жеке маман ретінде стресске көп мән бермеймін. Егер бір қандай да бір стресс туындап жатырса, оның шешімін табып, жалпы өзімнің жеке психологым бар. Ол кісімен тәжірибе жөнінде алмасып отырамын, не болмаса өзімнің басында болып жатқан жеке проблеманы шешуіме үлкен көмегін, септігін тигізеді. Мен өзім мысалға қатты бір ондай бір шеше алмайтындай депрессияға түсіп көрген емеспін осы уақытқа дейін. Бірақ менде жаңағы стресс болып жатқан жағдай болса, ол уақытта мен жан тыныштығы жеке қалғанды ұнатамын. Өзім жеке қалып, әдемі әуен тыңдап, серуен жасап, өз-өзімді қалыпқа келтіремін. Сіз қалай күресесіз? Стресс ол жалпы күнделікті өмірде болып жатырған дүниелерден қалыптасады ғой негізінде. Оны просто жеңіл қабылдай ғана білу керек. Жеңіл қабылдасаң, оның шешімін табуда өте оңай болады. Стресстен енді әр адам әр қалай шығады. Мысалы, бірі манағыдай апай айтып жатырғандай өзі жеке қалған жақсы көреді, ал кейбірі мысалы өзінің достарымен бірге серуен дегенді жақсы көреді. Мен өз жеке басым жеке қалып, тоже музыка тыңдап далада серуен дегенді жақсы көремін. Өзіме сол ұнайды. Болмаса кітап алып, кітап оқыған ұнайды. Чтобы сіз орысша кетіп қалдым осы жерде. Өзіңіздің ойыңызды жинақтауға көмектеседі былайша айтқанда. Менде де дәл сіздер сияқты стресспен күресу үшін жалғыз қалып музыка тыңдаймын. Енді менің бір қызық сұрағым бар, иә? Осы психологтарға мүлдем сенбейтін, немесе осы өмірімде психологқа барып, мен осы психологтан опық жедім, осы психологтан таяқ жедім, мен мүлде психологқа сенбеймін, осыдан кейін психология дегенді ұмыттым деген ситуациялар кездеседі. Сондай психологияға сенбейтін, немесе психологқа мүлдем сенбеймін деген адамдардың ойының қалыптасуы, немесе осындай мәселелердің қалыптасуы қайдан пайда болды деп ойлайсыздар өздеріңіз? Жалпы енді жаңа сіз айтып жатсыз ғой, сұрағыңызға қарай айтайын. Психологқа сенбеймін деген, сол психологқа барып өзінің проблемасын айтып, ол проблеманы бүкіл мектеп біліп, одан кейін ата-анасы біліп, ол сол психолог пен өзінің арасында шешетін дүниені үлкен дау-дамайға апарған жағдаймен мен кездестім бір студентпен осыдан 2 жыл бұрын. Жалпы бұл нәрсеге бармас бұрын адам өзі ойлану керек те. Әрбір адамның айтқан сөзің бәрі сіздің ойыңыздан туындайтын нәрсе. Ешкім еш нәрсені даладан алып келмейді. Не болмаса ол бір аспаннан да келмейтін дүние. Әр адамның ойынан туындайтын дүниеде. Сіздің ойыңыз, мысалы, ойыңыздан осы болып қалады-ау. Мен осы бүгін бір жерден құлап қаламау, не болмаса бүгін бір экзаменнен, яғни сынақтан өте алмаймын деген дүниені ойласаңыз, сол мида қалыптасады да, программа жүреді, сол нәрсе болады. Ойдан туындайтын дүниеде бұл. Сіздер мысалы психолог ретінде адамның іс-әрекетіне немесе эмоциясына қарап, адамның ішкі психологиясына көз жүгірте аласыздар ма? Иә, әрине. Ол көз жүгірте аласыз. Мысалы, қарапайым отырғанына қарап, тіпті оның жүріс-тұрысына қарап, жасаған қол іс-әрекетіне, мимикасына қарап, ол адамды тануға болады. Ол психология саласында зерттеліп танылған дүние. Мысалы, мен қазір экран алдында уайымдап отырмын деген. Иә, сіз қобалжып отырсыз өте қатты. Соның бәрі сіздерге байқалып отырған шығар. Иә, байқалып отыр. Негізі экран алдында бүйтіп сөйлеп шығу оңай емес, әрине. Сондықтан сіздерге екі жағында екі психолог отырып осылай көмектесіп, менімен сұхбат беріп отырғандарыңызға көптен көп рахмет. Біріншіден, осылай менің сұрақтарыма оңай жауап беріп деген сияқты. Енді тағы да бір қояр сұрағым, осы біздің университетімізде бірі білсе, бірі білмейді, таным атты психологиялық клуб жұмыс істейді. Сол психологиялық клуб негізі осы біздің психологиялық
қызмет көрсету орталығына тікелей қарайды, иә. Сол клуб жайлы қысқаша мәлімет беріп. Жалпы біздің Атырау университетінде клубтар өте көп, өздеріңіз білесіздер да, онда тіпті жетекшілік ететіндер де студенттеріміз бар. Соның ішінде клубтардың ішінде осы психологиялық қызметтің жанынан құрылған таным медициналық және психологиялық клуб бұл жерде. Тек қана психологияның өзіне емес, психологиямен бірге медицина саласы өте тығыз байланысты. Сондықтан екеуін біріктіре отырып, біз студенттерге ұсынған болатынбыз. Студенттер өте жақсы қабылдады. Қазіргі таңда бізде жалпы бұл клубтың мақсаты студенттермен тығыз қарым-қатынас жасау, студенттерге психологияның қандай ғылым екенін, медицинаның қандай ғылым екенін түсіндіру және ол туралы бағыт-бағдар беру. Бізде университетімізде психология кафедрасы бар, өздеріңіз білесіздер ғой. Сол кафедраның студенттері де біздің клубымызда жетекшілік етеді, біздің клубымызда өз міндеттері бар атқаратын. Жалпы клуб деген дүние ол студенттердің бір-бірімен тығыз қарым-қатынас жасауына, бір-бірімен танысуына деген үлкен жағдай жасайды. Студенттердің сонымен қатар қарым-қатынасын, мінез-құлқын зерттеуге осы клуб өте жақсы көмектеседі. Тіпті таным клубын өзің жетекшілік етесің да, Дильназ, білесіз ғой. Иә. Бері танысып қойыңыздар деп. Таным клубының жаңа жетекшісі мен алда сіздермен жақсы жұмыс жасаймын деген үміттемін. Енді бізде білесіздер, алда емтихандардың басталуына аз-ақ уақыт қалды. Сол студенттер негізі осы емтиханға дайындық кезінде стресске ұшырайды, қатты мысалы уайымнан, қобалжудан деген сияқты. Осындай стресске ұшыраған уақытта немесе қобалжу кезінде студенттерге қандай көмек көрсетесіздер, қандай кеңес бересіздер деген сияқты, өзіне сенімділікті арттыру үшін. Жақсы, сұрағыңыз өте керемет екен. Жалпы бұл жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, қандай кеңес беру, мен былай кеңес берермін. Бұл студент бұл жаңағы экзамен тапсыруды, яғни сынақ тапсырудан бірінші рет өтіп тұрған жоқ. Бұл жағдайдан ол өтті. Мектеп кезінде, одан кейін университет түсер алдында, мектеп бітіргеннен кейін ұбт уақытында да, ол кезде де ол стресстен өтті. Одан кейін ұбт-дан да енді университетке келіп, университеттің ішінде білім алып жатырғаннан кейін ол нәрсеге бір қалыпты жағдай қылып қабылдау керек. Өзінің ойын жинақтап, өзінің ойын бір арнаға келіп тоғыстыратын болса, әрбір студент экзамене, яғни сынақтан өте алады. Оны уайымдаудың, оны бір проблема, стресс, депрессияға апарудың қажеттілігі жоқ. Ең бастысы жауапкершілік. Жауапкершілік сіздің мойныңызда болса, сіз ол сынақтан әдебі міндетті түрде өтесіз. Нәтижеге жұмыс жасау керек. Энергияны құр босқа шаша бермей, мысалы, әртүрлі ақпараттар көздері қазір өте көп қой, мысалы, оған энергияңызды босқа құрта бермей, наоборот, керісінше сол берілген тапсырманы орындап, солған жетуге, содан жоғары балл алуға тырысу керек. Және ең біріншісі бұл жерде өз-өзіңізге сенімділік керек. Өз-өзіңізге сенімді болсаңыз, сіз барлық мәселелерді оңай шешуге болады. Тіпті ол сессия болсын, тіпті емтихан болсын, қарапайым сабақ айтуда да мысалы, солай. Негізі мен өз басым емтихандарға кірер алдында ешқашан уайымдап көрмеппін, уайымдамаймын да білмеймін не екенін. Бірақ осындай экран алдында сөйлеу немесе сахнаға шығу кезінде менде қатты қобалжулар болады, даусымның дірілдеуі деген сияқты. Сондай өзіме сенімсіздіктен деп ойламаймын, ол бір қорқыныш па, сондайдан болуы мүмкін. Негізі психологпен көп жұмыс жасау керек. Мүлдем негізі психологтармен жұмыс жасап көрмегенмін, бірақ психологтармен жұмыс жасайтын адамдар бар. Сол жұмыс жасайтын адамдардың ішінде осындай керемет нәтижеге ие болған адамдар бар ма, кездесе ме деген сияқты. Оларға неше этаптан тұратын сабақ өткіздіңіздер деген сияқты. Сондай айта кетсеңіз. Жақсы, айтып кетейін. Жалпы бұл осы психолог маман ретінде мен айтып өтер едім. Осыдан 2017 жылы мен бір ерекше баламен жұмыс жасадым. Ол баланың ерекше бала деп айтып тұрған себебім, бұл бала, яғни тұтығу процесі болды ол балада. Ол баламен 4 жылдың көлемінде жұмыс жасап, үлкен жетістікке жеттім. Айта аламын, үлкен жетістікке жеттім деп, себебі ол қазір биыл 3-ші курстың студенті, ұлты орыс. Бұл баламен әлі байланыстамын мен. Жаңағы әртүрлі психологиялық терапиялар, арт-терапия көп қой психологиямен жұмыс жасау. Сол уақытта осындай сәттерден ол баланы үлкен жетістікке жетіп, ол бала қазір өзінің тобында, активистердің қатарында, бұны ерекше қуанышпен айта аламын.
сол осы еңбегім бағаланып 2017 жылы парасатты педагог деген төсбелгімен марапатталдым. Бұл менің жетістігім. Бізде де студенттер өте көп келеді. Көбіне бізде бірінші курс студенттері, өздеріңіз білесіздер, адаптация, бейімделу, жаңа жағдайға үйрену деген сияқты да. Менде көбіне 1 жылдан артық болмайды екен. Менде 1 жылда барлығын қамтамасыз етіп, уже барлығын бітіреміз да. Өйткені ол студент саналы, уже білімді да, уже қалыптасып келген осы күнге дейін. Сондықтан ол ары қарай проблеманы, мәселені өте жеңіл қабылдайды, жеңіл шешеді. Бізде біріншіден консультация, яғни кеңес береміз. Ары қарай жұмыс этап-этаппен терапиялар болады, маг терапия, немесе неше түрлі терапия өте көп. Яғни оның келген мәселесіне қарай біз ары қарай бағыттаймыз уже. Терапия өткіземіз, мүмкін болса медитация, немесе басқа да мәселелер деген сияқты да. Этап-этаппен қаралады. Ол біріншіден келген клиенттің мәселесіне байланысты болады ол этапы. Негізі психологтың көмегіне жүгінген кезде өзінің ішіндегісін шығармай, андай жасырын түрде айтатын. Жасырын түрде айтатын адамдар болады деген сияқты. Соларда сіздер эмоциясына қарап, сыртына қарап, өтірік әрекетіне біліп тұрасыздар, иә? Іс-әрекетіне қарап білуге болады. Мысалға мен өзім маман ретінде психологқа келген адам кіріп келе жатқан кезде өзі сәлемдесуінен бастап сол келген проблемасын толықтай айта ма, айтқысы келіп тұр ма, аша ма, ашпайды ма, ол маған белгілі болып отырады да. Соңынан барлығын айтып келгенде өтірік айтып тұрғанын кейбір уақытта мен ол кісіге өзіне айтамын. Сіз мына жерде өтірік айтып тұрсыз. Сол кезде олар таңғалып жатады. Сіз қаяқтан біліп қойдыңыз? Жарайды, жақсы, мен ойымды жинақтап алып қайтып келсем бола ма дегенде студенттермен кездескен жағдай болды. Яғни ондай студенттер кездеседі. Студенттер емес, жалпы тұлғалар енді консультация жүргізу тек қана студенттерден тұрмайды ғой, ол тіпті университетінде қызметкерлер де, оқытушылар да мүмкін да. Жалпы, ондай ситуациялар өте көп кездеседі. Сізге просто тек қызығушылықпен жай барып көрейінші, осы психолог деген кім, не айтады екен, не істейді екен, не өткізеді екен маған деген сияқты нәрселермен келеді. Ол уже келген адамнан уже көрініп тұрады. Ал шын жан тәнімен мен осы мәселені шешкім келеді деп келген адам, ол уже мүлдем басқа. Ол саған қызығушылық танытып, дальше қалай болады, дальше не істеуім керек, енді осы ситуацияда мен қалай шығуым керек, қандай кеңес бересіз деген сияқты уже ода ынта, жігер, былайша қызығушылық болады. Ал просто келген адам, ол уже көрініп тұрады, уже қарапайым дүниемен жай ғана осылай, солай ма, жақсы онда деген сияқты болып қабылдайды да, уже қабылдауынан, эмоциясынан уже адам барлығын білуге болады. Психологтың бір өзін зерттеуге келген адам сияқты болып, жан-жақты қарап, абдырап, жақсы, енді уақытыңыз болмаса мен кетейін деген сияқты әртүрлі іс-әрекетпен білдіріп ал өзімен жұмыс жасағысы келетін адам, ол тіпті сіздің уақытыңызды создыртады. Мүмкіндік болса соза аласыз ба, мен үшін дальше көргім келеді, дальше шешкім келеді деп уже да уақытты созғысы келеді. Ал манағы просто сынап, былайша айтқан кезде уақыт өткізу үшін келген адам уже бір-екі сұрағын қояды да, жақсы, мен онда болдым, кете берейін деген сияқты кете береді уже. Ол белгілі барлығы да. Сіздердің айтуларыңыз бойынша психология ғылым болып, мамандық болып қалыптасқан негізі үлкен ғылым ол. Сол ғылымды, үлкен ғылымды, яғни адамдар бейжай қарап, сондай ойын қылып, кейбір кездеседі, яғни. Ал мен негізі сіздерге былай психология, психолог мамандары сенімді, сенімді. Сіздерге келіп адамдар өздерінің көмегін сұрауға болады, өзінің ішкі жан дүниесімен бөлісуге болады, яғни. Бізде осы Атырау университеті психологиялық қызмет 2022 жылдың қаңтар айынан бастап жұмыс жасап жатырмыз. Осы министерствоның, яғни Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің бұйрығы бойынша әрбір университетте осы психологиялық қызмет ашу бұйырылған болатын. Сол бұйрықтың негізінде 2022 жылдан бастап жұмыс жасап жатырмыз осында. Яғни бұл жерде ашылуындағы мақсат студенттермен психологиялық қызметті тығыз жұмыс жасау мақсатында ашылған. Не тек қана студент емес, қызметкерлер, оның ішінде қаншама университетте қаншама қызметкерлер бар, оқытушылар бар да, солардың жағдайын жасау үшін, солардың жағдайына мән беру үшін, олардың жағдайын қарау үшін, көмектесу үшін, кеңес беру үшін осы арнайы министерствоның тапсырмасы бойынша ашылған болатын. Содан бері осы күнге дейін біз жұмыс жасап келеміз. Бізде бірнеше психологтар бар штатымызда. Осы студенттердің жағдайын жасау үшін, былайша айтқанда, біз тырысып жатырмыз. Мүмкіндігінше олардың мәселелерін шешу үшін тырысып жатырмыз біз. Оларға көмектесуге, оларды қолдауға тырысамыз.
Сол себептен біздің университетіміздің студенттеріне біздің психологиялық қызметке келіңіздер дейміз. 109 кабинетте бірінші оқу ғимаратында орналасқан. Тек сіздермен бірге жақсы нәтижелерге қол жеткіземіз деген ойдамыз. Ендеше мен өзім сенімді түрде айта аламын, біздің университетімізде психолог мамандары жұмыс жасайды. 109 кабинетке келіп, өздеріңіз көптен бері ойланып жүрген болсаңыз, келіп танысып, біздің психологтармен жұмыс жасауларыңызға болады. Біз бүгінгі сұхбатымызды ендеше қорытындылайық, қорытындылай келе, сіздерге айтарым тек психолог мамандары сенімді. Менің өзімнің айтуым бойынша, жұмыс жасауым бойынша, қастарында жүріп деген сияқты. Сондықтан сіздердің келгендеріңізге рахмет біріншіден. Осылай сұхбаттасып, көмек қолын созып, психология туралы кішкене ақпарат бөлісіп деген сияқты. Мен де негізі біршама ақпарат жинадым. Көп білмейтін нәрселерім де көп, негізі психология жөнінен жағынан. Сол себептен сіздерге рахмет, келгендеріңізге уақыт арнап. Ал көрермендерге айтарым, келесі кездескенше сау болыңыздар. Өзіңе де рахмет, Дильназ, шақырғаныңа көптен көп.